Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін мен сендерге математика оқулығының 130-шы сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыз 130-шы сабақ геометриялық фигуралар. Фигураларды бейнелеуді және олардан композиция құрастыруды үйренесің. Бірінші есеп. Есептерге сұрақ қой, олардың біреуінің шешуін жаз дейді. Асы жарысқа 20 ұл, ал одан 10 кем қыз қатысты. Яғни шартын құрамыз. Ұл 20, қыз белгісіз 10 кем дейді. Шешуі 20-дан 10 аламыз, тең 10. Жауабы 10 қыз қатысты. Екінші есеп. Суретте көрсетілгендей шаршыны бүкте және аш, сызықтар бойынша қи, фигуралар құрастыр дейді. Яғни бір парақ қағазды алып, оны шаршылармен сызып бөлеміз. Сызықтармен бөлеміз. Фигура соны қырқып, солардан фигуралар құрастырамыз. Үшінші дәптеріңе салып көр дейді. Яғни бұны дәптерге саламыз, тура осындай қылып. Төртінші есеп. Теңдеулерді шеш. 16 алынған x тең 6. X тең 16 алынған 6. X тең 10. 16-дан 10-ды аламыз, тең 6. 6 тең 6, яғни екі жағы теңесті. 50 қосылған x тең 100. Бұл жерде x-ті табу үшін 100-ден 50-ді аламыз. X тең 50. 50 қосылған 50 тең 100. 100 тең 100. X алынған 40. X алынған 10 тең 40. Бұл жерде 40-қа 10-ды қосамыз. X тең 50. 50-ден 10-ды аламыз, тең 40. 40 тең 40. Бесінші есеп. Әрбір үйірмедегі жаттығулардың басталу уақытына қара. Яғни, бұл жерде басталу уақытын сағаттан көреміз. Стадионға дейінгі жол 1 сағат уақытты алады. Спортшылардың әрқайсысына кешікпеу үшін үйден нешеде шығу керек дейді. Яғни футболда, біріншісі футбол 8-де басталады екен. Одан 1 сағат алсақ 7-де, яғни спортшы сағат 7-де үйінен шығу керек. Гимнастика 9-да, үйінен сағат 8-де шығу керек. Веложарыс 10-да басталады екен. Ондан 1-ді алсақ 9-да, яғни 9-да шығу керек үйінен. Теннис 11-де, 10-да шығу керек. Күрес 8-де, сағат 7-де шығу керек. Ауыр атлетика 9-да басталады екен, үйінен сағат 8-де шығу керек. Жүзу 10-да басталады екен, үйінен сағат 9-да шығу керек. Волейбол 11-де басталады екен, одан 1-ді алсақ сағат 10 болады, яғни сағат 10-да үйінен шығу керек. Үйірмелердің әрқайсысында жаттығулар көрсетілген уақытта басталады. Содан соң 2 сағаттан кейін аяқталады. Жаттығулардың аяқталу уақытын айт дейді. Яғни футбол 8-де басталса, 10-да аяқталады. Яғни 2 сағатты қосамыз осы жерде тұрған сағатқа. Гимнастика 9-да басталса, 11-де бітеді. Веложарыс 10-да басталса, 12-де бітеді. Теннис 11-де басталса, 1-де бітеді. Күрес 8-де басталса, 10-да бітеді. Ауыр атлетика 9-да басталса, 11-де аяқталады. Жүзу 10-да басталса, 12-де аяқталады. Волейбол 11-де басталса, 1-де аяқталады. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті, балалар. Сау болыңдар.